Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары кезінде өздерін ғана емес, өздерінен кейінгі келетін күллі үмметке де үзілмейтін, өнеге болып қалатын, игілікке пайдаланатын сауапты іздерді қалдырып кеткен екен. Соның бірі, құрметті жамағат, мына қоғамға пайда тигізетін жол салып кету, құдық қазу, мешіт медресе тұрғызу, тағы кейінгі ұрпақтар соның игілігін пайдаланатындай еңбектер қалдыру секілді осы ұрпаққа қалдырған уақыт болып табылады екен. Сол үшін иншалла Алла Тағала баршамызға осындай сахабалардың, ізгілердің, жақсылардың жасаған амалындай үзілмейтін істерді жасауды Алла баршамызға нәсіп етсін.